Алматыдағы Мұстафа Кемал Ататүрік ескерткішіне 114 миллион теңге жұмсалды. Тендер бойынша қандай қызметтер жасалуы керек еді? Жеңімпаз мекеме бұрын қандай тендерлерді ұтқан? Қазір айтамын. Видеоға тіркеліп, лайк бассал. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Тендердің сипаттамасы бойынша ескерткіштің жалпы биіктігі 4 метр, ал ескерткіштегі тұғырдың биіктігі 1 метр, құладан құйылған ескерткіштің жалпы биіктігі 3 метр болуы керек. Одан бөлек мүсіннің бет-әлпетінің нақты адаммен ұқсастығы, оның көлемі мен пішінінің, дененің жеке бөліктерінің, киім бөлшектерінің, жаңа құрылыс заттарының пропорционалдылығы сақталуы керек. Өткен жылы Қасым-Жомарт Тоқаев әріптесі Ердоғанмен кездескенде, Астанадан көше атауын беремін, Шымкенттен парк ашамын, Алматыға ескерткіш қойдырамын деген еді. Бақ беттерінде Тоқаев ескерткішті өзі ашады деген хабарлама тарады, бірақ келмеді. Мүсінді орнату үшін тендерді Бүркітбаев Айдос жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұтқан. Енді осы мекеменің ұтқан тендерлеріне үңілейікші. Компания 2017 жылы алғаш рет Алматыдағы Қабанбай Батыр мен Наурызбай Батыр қиылысындағы ашаршылық құрбандары ескерткіші бар ғой, соны салу үшін 62 миллион теңге алған. Одан соң Талдықорғандағы Семей Чернобыль композициясына 91 миллион теңгелік, Астанадағы Асқар Забекулин бюстіне 50 миллион теңгелік тендерлерді де осы компания ұтқан. Уақытың болса, сені мен менің салғымыздан түскен ескерткішті көру үшін халық аллеясындағы Ататүрік ескерткішіне барып қайт, материалмен толық танысқың келсе, сілтеме қалдырамын, қарап шық. Шынайы және тексерілген деректі бізден оқы.